Видео басталмас бұрын Акко Геймер деген каналға тіркелеміз. Ол каналда 200-ден аса подписчик бар. Оның қызықты влогтары, распаковка және де Майнкрафт туралы видео және де стримдер түсіреді. Осы каналға тіркеліп қолдап жіберейік, сілтемесі төменде. Тағы да Дака деген бауырымыздың каналына тіркелеміз. Ол каналда 50 подписчик бар. Және де ол японский шапканы қалай жасауға болатын, яғни соткадан соны көрсетеді. Оңай ава жасау деген міне осындай қызықты видеолар бар. Каналына тіркеліп қолдап кетейік. Йо, WhatsApp, сендерме атын білмей каналы және де атын білмей Майнкрафттың 10-шы бөлімі. Сіздерге көп рахмет каналға тіркеліп лайк басып жатқандарыңызға. Және де мен айта кететін жағдай, мен жаңа микрофонға заказ бердім. Енді сол келгенше осылай видео түсіре беремін, ал келгеннен кейін жақсы болады деген ойдамын. Енді соны күтеміз. Ал енді міне мен жол салдым. Негізі автостоянка болғаннан кейін жол болу керек. Сол үшін де міне осындай жол. Міне осындай мектепке, қонақ үйге бару үшін осындай алдарына дейін осылай жол салынған. Ал міне біздің автостоянкамыз. Бұлай машина келеді де мына жерге біреу қойға болады. 2, 3, сосын бұлай барып мына жерге біреу. И осылай қойға болады. Не осындай қылып жасадым. Іші осындай. Біраз қараңғы сияқты болып тұрады. Бәрібір нормально бұл. Жаңбыр жауып жатыр. Міне осындай қылып істедім. Егер де не айтып кеттім мен. Короче, тағы да алда көп нәрселер салатын боламыз. Зданиялар биік. Мен және де жақында уже больница салам. Бастау керек уже. Соны видеоға жартысын, хотя бы жартысын түсіретін шығармын. Ал енді бүгінгі видео қысқа болған шығар, бірақ мен кейінгі видеоларым бәрі қысқа болып жатыр. Енді күтіңіздер. Ал егер менен пиар алғыларың келсе, пиар және интро алғыларың келсе, ВК-ға жазыңдар. Мен пиар немесе интро жасап беремін. Каналға тіркеліңдер, лайк басыңдар.